1 тамыз Қазақстан темір жолларының кәсіби мерекесі. Егемен еліміздің жан-жақты дамып, өркендеу жолында шойын жол қызметкерлерінің қосқан үлесі зор. Осы орайда Қарағанды пайдалану локомотив депосының маманы Ерлан Мұқанов пен әріптесім Жаннұр Сүндетоллақызы әңгімелесіп қайтты. Ерлан Мұқанов темір жолдың торабында еңбек жолын бастағаны 10 жылдан астам уақыт болыпты. 2005 жылы бірден Қарағанды пайдалану локомотив депосына машинист көмекшісі болып жұмысқа орналасады. Ол ең алғашқы рет электровоз жүргізуден бастаған. Жұмыс барысында талай қиындықтар кездесті. Әсіресе қыстың алай-дүлей боранды түндері пойыздың рельстен шығып кетпеуін жіті бақылауда ұстауда кедергілерді еңсергенін айтады. Бүгінде осындай табандылығының арқасында депоның кәсіподақ комитетінің төрағасы лауазымында отыр. В преддверии праздника хотелось бы поздравить. Алдымен барша әріптестерімді 1 тамыз темір жолшылардың кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Тәуелсіздік алғаннан бастап біздің Қазақстанның темір жолы қарқынды даму үстінде. Сәттілік тілеймін. Әр мамандықтың қиындығы болады. Ерлан Серікұлының айтуынша, ол әулетінде алғашқы темір жолшы. Өзіне дейін бұл салада ешкім қызмет етпеген. Ал қазір інілерінің темір жолға қызығатынын мақтанышпен айтады. За 30 лет независимости. Отбасында әкем мәдениет саласында қызмет істейді. Анам дәрігер. Маған дейінгілердің ешқайсы темір жол саласына қызықпапты. Ал менен кейін қызығып осы салаға інілерім жұмысқа келуде. Бұл мен үшін үлкен қуаныш. Оның үстіне бұл салада айлық та жақсы. Білімді маман Ерлан Мұқановтың біліктілігін әріптестері де жоғары бағалайды. С ним познакомились. Мен Ерланмен 2005 жылдан таныспын. Екеумізде машинист болып орналастық. Сол жылы басталған әріптестігіміз бүгінде жақын достыққа айналды. Өте парасатты, қарапайым азамат. Жұмысын жақсы көреді, тиянақты. Достыққа да адал, адамгершілігі мол, айтқан өдесінің бәрінде тұрады. Ерлан Серікұлы жұмыстан бөлек уақытын отбасына, достарына арнайды. Сондай-ақ түрлі спорттық, шығармашылық жарыстарға қатысады. Жас теміржолшы Қазақстан темір жолында бұдан әрі адал қызмет етіп, өркендеуіне үлесімді қоса беремін дейді. Жаннұр Сүндетоллақызы, Еркебұлан Бекқожин, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.